Ең жақсы тоналка жақсаңызда бетіңізде бөртіп шығып жатса, кожаңыз құрғақ жарылғыш және де қара дақтар мен қызарулар болса, бұл видео сіз үшін экранға жақын отырамыз. Бұл маскамызға қажет болатыны жарты ас қасық сода, жарты ас қасық проценті аз болған сметана және де 5-10 тамшы кастор май қажет. Дайын болған маскамызды кешкі уақыттарда таза жуылған бетімізге 10-15 минутқа қалдырамыз. Бұл маскамыздың ешқандай кері әсері болмағандықтан кез келген жастан, кез келген қыз-келіншектер пайдалануға болады және де аптасына 2-3 рет қолданасыздар. Ыстық күндерде аптасына 1-ақ рет қолдануға болады. Бұл маскамызды көктем айларында қолданатын болсаңыздар, беттеріңіз қаймақтай аппақ болып, дақтар түсуіне алдын алатын болады. Видео пайдалы болған болса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. الحبيب عايش بالناس غريب مش عارف